Сәлем қыздар, бүгінгі біздің сабағымыз сау әрі әдемі еріндерге арналады. Жалпы ерін дегеніміз не? Ол біздің аузымыздың дөңгелек бұлшық еті. Уақыт өткен сайын бұл бұлшық еті қысқарады. Қысқарып, кішірейіп, ішке қарай бұрала түседі. Осы үлкен апаларда, әжелерде байқаймыз ғой. Осындай күйге жетеді екен. Осы жерде айтып кететін мәселе, аузының дөңгелек бұлшық еті ешқандай сүйектерге бекімейді. Ол біздің терімізбен тығыз бітісіп кеткен екен. Керісінше, осы бұлшық етке біздің бетіміздің көптеген басқа бұлшық еттері келіп кетеді. Енді қараңыздар, аузының дөңгелек бұлшық еті, яғни біздің ерніміз қысқарған болса, кішірейген болса, артынан өзіне бекіген барша бет бұлшық еттерін алып кетеді екен. Яғни беттің мүсінін жаттықпаған еріндер оңай бұзылады. Бұл бірінші мәселе. Ауыздың дөңгелек бұлшық еті. Екінші, ол модиолус. Модиолус дегеніміз не? Ол біздің, былайша айтқанда, бетіміздің тең жартысын алатын бұлшық еттердің тоғысқан жері. Ерніңіздің бұрышын ұстайтын болсаңыз, анық сезесіз, түйін. Осы түйін модиолус. Яғни ерінді жаттықтыру, модиолусты босаңсыту, шынықтыру, ол біздің бет мүсінімізді әдемі қылуға апаратын бірден бір жол. Ендеше кеттік, жаттығуларды бастайық. Әуелгі жаттығуымыз ерінді босаңсытуға арналады. Сіздерге айтып жүргенімдей, қандай бұлшық ет болмасын, оны жиыруға қарағанда босаңсыту өте маңызды. Кеттік, ерінді босаңсытамыз. Жылқыша деп жасаймыз. Егер де осылай жасау барысында ерін бұрышында немесе жалпы бір қатты қысым немесе жиырылу, дискомфорт сезсеңіз, жай ғана ауаны деп шығарсаңыз болады. Немесе қолыңызды осылай қойып деп ерініңізді босаңсытып алсаңыз болады. Екінші жаттығу, қолымызды қысқыш қылып, ернімізді ұстап аламыз. Ұстап алып, оны қысып, барлық бұрышымен жүріп өтеміз. Минимум 1 минут. Жақсылап, осы жаттығуды сіз келесі жаттығумен кезектендірсеңіз болады. Қысамыз, жібереміз. Және де айтып өткен модиолусты қалдырмаймыз, міндетті түрде жаттықтырамыз. Оны қысып 40 секунд бойы ұстаймыз. Snapchat сияқты. Секунд қысып, ары қарай оны да бетіп умаждасаңыздар болады, былайша айтқанда. Әр жаттығудың арасында ернімізді босаңсытуды ұмытпаймыз. Үшінші жаттығу, ең керемет жаттығу. Ернімізді қызылы көрінбейтіндей тісіміздің ар жағына қысып аламыз. Ауыз бұрышында әжімдердің алдын алу үшін саусақты қоямыз. 40 секунд бойы осылай қысып ұстап тұрамыз. Секунд өткеннен кейін ерніңізге қан қатты ағыспен келіп жатқанын байқайсыз. Сол үшін еріннің әр бұрышына сол қанды жеткізу үшін ерніңізді шайнайсыз. Жақсылап. Еш жерін қалдырмай. Байқадыңыздар ма, менің ернім қызара бастады.
толықсып. Жақсылап барлық тіндерге жеткіздік. Қанда біз білеміз барлық қоректі заттар бар. Қанмен өмір келеді. Сондықтан ернімізде сау болады. Және соңғы штрих деп босаңсытып аламыз.